Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге асқабақтың пайдасы жөнінде көптеген ақпараттармен бөлісетін боламын. Асқабақ денсаулыққа өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында дәрумендер мен минералдар көп. Сондықтан барлық жастағы адамдарға ұсынылады. Асқабақтың пайдасы: иммунитетті күшейтеді. Асқабақта С, Е, А дәрумендері көп. Олар суық тиюден қорғайды, ағзаның қорғанысын арттырады. Ас қорытуға жақсы. Талшық, клетчатка көп болғандықтан іштің жүруін жақсартады, іш қатуды азайтады. Көз көруді жақсартады. Бета-кератин А дәрумені көздің тор қабатын қорғайды, көру қабілетіне пайдалы. Жүрекке пайдалы. Калий және магний жүрек жұмысын реттейді. Қан қысымды бір қалыпты ұстайды. Бүйрек пен бауырға жақсы әсер етеді. Асқабақ ағзаны жұмсақ түрде тазартады, ісінуді азайтуға көмектеседі. Артық салмақ тастауға көмектеседі. Калориясы төмен, бірақ қоректік заттары көп, диетаға өте қолайлы. Теріге пайдалы. Құрамындағы антиоксиданттар теріні жасартады, қабынуды азайтады. Асқабақ дәнінің негізгі пайдасында айта өтейін. Иммунитетті күшейтеді. Е дәрумені, мырыш, цинк және антиоксиданттар иммунитетті көтереді. Ерлер денсаулығына пайдалы. Простата безінің жұмысын жақсартады, қабынуды азайтады. Простатаға аденомасының алдын алуға көмектеседі. Құрт, глисты шығаруға көмектеседі. Құрамындағы кукурбитин паразиттерге қарсы әсер етеді. Балаларға да, ересектерге де беріледі. Жүрек пен қан тамырын қорғайды. Құрамындағы магний, омега, май қышқылдары жүрекке жақсы әсер етеді. Ұйқыны жақсартады. Триптофан амин қышқылы серотонин мен мелатонин түзіп тыныш ұйқыға көмектеседі. Тері мен шашқа пайдалы. Мырыш Е дәрумені, омега майлар шаштың түсуін азайтады, теріні нәрлендіреді. Қандағы қантты реттейді. Талшық пен пайдалы майлар қанттың бір қалыпты болуына ықпал етеді. Ересектерге күніне 20-30 граммнан бір уыс, балаларға күніне 5-10 граммнан, қуырып емес кептірілген түрі пайдалырақ болады. Тұзсыз түрі жақсы болады. Мінекей асқабақтың қаншалықты біз білмейтін көптеген пайдасы бар екен. Міндетті түрде қазір тұмау жүріп жатқан уақытта осы асқабақты үйде осылай буға пісіріп жеу өте пайдалы. Жасап жеп денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер. Қайырлы күн, менің жақсыларым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай үй жағдайында лағман созатын боламыз. Дәмі өте ерекше, жасалу жолы да оңай түрін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен біз осындай ұнымызға тұзымызды салып, бір жұмыртқа салып, мұздай суға қамырлайтын боламыз.
Еленген қамырымызды тұндырып қоямыз. Және де бізге қажетті заттардың барлығын ашып, жуып, тазалап алдық. Міне июін 1-2 рет қайтарып қойсаңыздар болады. Және де дайын болған қамырымызды кішкене қолымызбен созып жіберіп, осылай кесіп аламыз да қамырымызды созуға дайындаймыз. Мінекей қолымызды шитмайға батырып, кішкене осылай ұзынша етіп созып аламыз да бір ыдысымызға осылай жинай береміз. Және бетінен тағы да шитмай жағамыз. Бетін салафанмен жауып қойсаңыздар болады, осындай қақпақпен жауып қойсаңыздар болады. Ол шитмай біздің қамырымызды жақсы созылуына, үзіліп кетпеуіне жақсы көмектеседі. Міне барлығын осылай майлап қойдық. Кішкене 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта біз ыдысымызға майымызды құйып, туралған етімізді осылай кезекпен қуырып аламыз. Соя соусын да қолданамыз. Пиязымызды, болгар бұрышын, түрлі түсті болгар бұрыштарында қолдана берсек болады. Және де менде осындай қатырылған қызанақ помидорларымызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Сәбіздерімізде 4-5 туралған сәбіздерімізді және осындай редкаларымызды, редискамызды қосып жақсылап қуырып аламыз. Барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен су құйып қайнатамыз. Негізі суды молырақ құя беріңіздер. Мінекей енді жаңағы қамырларымызды алып жұқартуға жұмыс жасаймыз.
шетінен бастап аяғына дейін бір басып шығамыз да тағы да қойып үстіне шит май жағып кішкене осылай шығартамыз. Қамырларымыздың барлығын осылай ұзынша етіп жайып шықтық. Негізі шит майды барлық жеріне тиіп жағылуын қадағалаңыздар. Шит май тиілгеннен кейін осында қамырларыңыз әдемі болып созылады. Енді қамырымызды жұқартуға көшеміз. Басынан аяғына дейін бір жүріп өткеннен кейін қайтадан кері аяғынан басына дейін қайтадан бері қарай кері түсесіздер. Тағы да бір ұзартып қоямыз. Кішкене жұмысы көптеу болғанымен, бірақ тамағымыз өте дәмді, үйден жайылған лавр жапырағын және өзімнің приправаларымды қостым. Универсальный приправа бар.
Қамырларымыз дайын болды. Енді осы қамырларды пісіріп аламыз. Ол үшін қайнаған суымызға тұз саламыз. Тұзын сәл молырақ тұз саламыз, және де осылай қамырымызды салып, арасын осылай вилкамен ашып-ашып жіберсеңіздер, жабысып қалмас үшін. Неге 2-3 минутқа дейін қайнатып, қамырымыз піскеннен кейін сүзіп аламыз да мұздай суға салып алатын боламыз. Міне мұздай суға салып аламыз. Қамырларымыз өте әдемі болып шығады. Және де үстіне кішкене шит май тамызып жіберіп, кішкене араластырып жібереміз. Сонда қамырлар бір-біріне жабыспайтын болады. Неге біздің лағманымыз дайын болды. Енді бір ыдысқа салып алып, үстіне подливын құямыз. Және сорпасын құйып аламыз. Дәмі өте ерекше, дәмді. Жасап көріңіздер менімен бірге. Баршаңызға ас болсын. Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі бауыр тортын пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Ол үшін біз 600 грамм бауырымызды жақсылап жуып, бетіндегі селезенкасын, пленкасын алып тастаймыз. Және де мен осындай шопермен өткізіп алдым. Блендермен де өткізе берсеңіздер болады. Және де ет тартқыш мясорубкада да өткізіп алсаңыздар болады. Егер ет тартқышта қолданатын болсаңыздар, осындай сеткамен өткізіп алсаңыздар, ішіндегі андай үлкен іртік-іртіктері сетка алып қалады. Және де осындай сұйық күйінде шығады. Менде шоперде қатты сұйық шықпады. Қоюлары қатты шықпады. Және осындай бауырымызға 2 жұмыртқамызды және де сүтімізді, бөлме температурасындағы тұз бұрышымызды қосамыз. Сүттен 220 грамм қостым. Және де барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызды қосамыз. 100 граммдай ұнымызды қосамыз. Біздің тестамыз кәдімгі блинчик пісіретін теста сияқты сұйықтау болу керек. Ұнды көп қосып қойсаңыздар да қою болып қалады. Ең соңынан барып 2 ас қасық шит май құямыз.
мінекей осы аралықта газымызды қосып табамызды ысыта береміз. Ең біріншісін ғана майлаймыз. Негізі бұл табаға майлаудың да қажеті жоқ. Мінекей өте сұйықтау болды. Ысып тұрған табамызға бір ожау құйып, осылай айналдырып пісіріп аламыз блинчиктерімізді. Дайын болар уақытта осылай шетінен өзі білінеді. Шеті сәл көтеріле бастайды. Сол кезде екінші бетін аударып пісіріп аламыз. Мінекей барлығын пісіріп алдық. Енді осы әр қайсысын осылай кольцомен бірдей етіп, барлығын бірдей етіп бөліп аламыз. Сонда біздің тортымыз топ-томалақ әп-әдемі болып шығады, бірдей болып. Мінекей барлығы бірдей әп-әдемі болып шықты. Енді ортасының салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай майонезбен чеснок және тұз үшеуін араластырып аламыз. Және екінші салмасы осындай пиязымызбен майдалап турап пиязды бір сәбізді теркадан өткізіп аламыз да екеуін майға қуырып аламыз.
тұзымызды, бұрышымызды қосып, тағы бір кішкене бетін жауып, кішкене бұқтырып аламыз. Мінекей салмамыз дайын болды. Енді осыны кішкене су үшін басқа ыдысымызға салып қоямыз. Және тортымызды жинақтауға кірісеміз. Ең біріншісіне майонез бен чесногымызды қосып аламыз. Осылай барлық жеріне тигізіп жағып аламыз. Екіншісіне осылай сәбізбен пиязымыз, қуырылған пиязымызды жағып аламыз, барлық жеріне тигізіп. Осылай кезек-кезек жаға береміз. Мінекей жинақтап алдық. Енді ең бетін өз қалауларыңызша сәндей бересіздер. Көбісі бетіне жұмыртқаның ағы мен сарысын сәндеп қояды. Бірақ мен оны қоймадым, өйткені осы қуырылған сәбіз, пияз бар және майонез бар, осының өзі де жетеді. Жұмыртқа қоса ауыр болып кетеді деп мен жұмыртқа қоспаймын көп жағдайда. Мен осылай шетіне майонезін жағып, ортасына осында қалған салмасын қойып сәндедім. Шетіне осында кішкене укроп, петрушканы майдалап жіберіп, осылай жақтым. Және де қалған жаңағы кольцомен кескен кездегі қалған бауырымыздың шет-шетінде қалған қалдықтарымен мен осындай әдемілеп гүл жасадым. Сол гүлдерімізді қойып шығамын орта жақтарына. Мінекей шет-шетіне осылай гүлдерді әдемілеп сәндедім ортасына қарай. Петрушканың жапырақтарын қойып, сәндеп шықты. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Бауыр тортымыз өте әдемі, ерекше шықты. Жасап көріңіздер. Және де ол гүл жасағаннан қалған бауырлардың қалдықтарын осылай соломка етіп турадым да, жаңағы қалған сәбіз бен пиязымыздың қалдықтарын, қуырылған және де осындай майонезімізді, укробымызды барлығын қосып, тап бір салат істей салдым. Қалған қалдықтары рәсуа болып қалып кетпес үшін. Мінекей дәмі өте әдемі, ерекше. Осындай бауыр салаты да болып шығады.
ешқандай артық қалдықсыз барлығын жасап шықтық. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі чебуреки жасайтын боламыз. Осындай қытырлақ воздушный чебурекиларымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлек бір ыдысымызға еленген 3 стакан ұнымызды салып аламыз. Және де 1 шай қасық тұзымызды, және 1 ас қасық құмшекерімізді, және 3 ас қасық жетмайымызды құйып аламыз. Бұл чебурекидің ерекшелігі, біз осындай 1 стакан қайнап тұрған ыстық суды құйып илейміз. Қатты ыстық болғандықтан бірінші қасықпен елеп аламыз. Одан кейін барып қолымызбен елеп қамыр дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Неге қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды кішкене демалдырып қоямыз. Міне етімізден фарш жасап алдым. Енді осындай пияздарымызды шопперге салып, кішкене су құйып жіберіп, езіп аламыз. Майдалап. Енді фаршымызды кішкене қуырып аламыз. Өйткені чебурекиміз тез-ақ пісіп қойғандықтан етіміз пісіп үлгермей қалады. Сол себепті де кішкене май құйып жіберіп, фаршымызды осылай қуырып аламыз. 5-10 минутқа өстіп қуырып аламыз. Бөлек ыдысымызға фаршымызды салып, пиязымызды қосып, салмамызды дайындап аламыз. Тұзымызды, бұрышымызды қосып аламыз. Енді қамырымызды аламыз да осылай ұзынша етіп сопақтап аламыз да. Чебурекиға қамырымызды кесіп аламыз. Мен барлық қамырларды 80 граммнан бөліп алдым. Біздің чебурекиміз үлкен болып шығады. Менде осы еленген қамырдан 10 штуктай шықты. Егер сіздер өлшемін кішірейтем десеңіздер, кіші чебуреки қылып жасай берсеңіздер болады дастарханға салғанға. Қамырларымызды өстіп барлығын бірдей бөліп алып, жаюға дайындап, домалақтап аламыз.
кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Барынша жұқа қыламыз, өйткені біздің чебурекелеріміз қытырлақ болып пісу үшін. Алдын ала қамырларыңызды елеп, тоңазытқышта немесе мұздатқышқа да салып тастасаңыздар болады. Керек кезінде алып пісіре бергенге. Салмасын осылай жазып саламыз. Шетін өстіп вилкамен 1 сантиметр көлемінде басып шығамыз. Қызып тұрған майымызға чебурекелерімізді салып пісіріп аламыз. Үстінен өстіп майды құйып отырсаңыздар, чебурекелеріңіз көтеріліп, өте әдемі болып піседі. Мінекей біздің осындай әдемі чебурекелеріміз дайын болды. Өте сочный, қытырлақ және де осындай воздушный чебурекелеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын.